Сәлем оқырман, бізде жаңа Айдар, Алтынсарин Legends. Кеттік. Айдарымыздың алғашқы санында Қамараддин ұстаз туралы айтатын боламыз. Қамараддин, шын есімі Айжарық Бижомартұлы. 1807 жылы Бөкей ордасында дүниеге келген, және де Баянауыл өлкесінде дүниеден өткен. Өз заманының озық тұлғасы болғандықтан халық арасында діннің айы, яғни Қамараддин деп аталып кеткен. Қамараддин алғашқы білімін Бөкей ордасында Жәңгір ханның ашқан мектебінде бастап, 1849 жылға дейін 18 жыл бойы Бұқарада өзінің білімін жалғастырған. Қамараддин 1849-1867 жылдары арасында Сібір кадет корпусында, Орынборда, Семей өңірлерінде ұстаздық қызмет атқарған. Сол жылдары ол біздің ұлы тұлғамыз Абай Құнанбаевтың ұстазы болған. 59 жасына дейін мемлекеттік қызметте болып, әртүрлі білім мекемелерінде ұстаздық қызметін жалғастырғаннан кейін 1867 жылы Баянауыл өлкесіне қоныс аударып, сол кездегі ықпалды байлардың бірі Мұса Шормановтың ықпалымен ашылған мектепте 3 баланы оқытуды бастайды. Солардың бірі Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Яғни 81 жылдық өмірінде Қамараддин ұстаз, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Абай Құнанбаев, Әлкей Марғұлан, Қаныш Сәтбаев және де Шафиқ Бокин, Бектұров секілді белгілі ғалым академиктердің осы өлкеден жетіліп, түлеп ұшуына себепкер болған бірден бір ұстаз болып табылады. Құрметті оқырман, бүгінгі айдарымыз сіздер үшін қызықты болса және пайдалы болса, өзіңіздің жақындарыңызбен бөлісуді, лайк басуды және де төменде пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі айдарда жүздескенше.